Саламатсыздар ма? Теміртау кәсіптік техникалық колледжі, Теміртау қаласы. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні. Алғашқы әскери дайындық пән ұйымдастырушы оқытушы мен Бақытжан Мукушев. Сабақтың тақырыбы: Калашников автоматын бөлшектеу және жинақтау, автоматтың бөліктері мен механизмдерінің оқтау және ату кезіндегі жұмысы. Сабақтың мақсаты: студенттерді Калашников автоматының атқаратын қызметі, бөлшектері мен механизмдерінің құрылысы мен таныстыру. Пәнаралық байланыс: химия, физика және тарих пәнімен. Калашников автоматы. Михаил Калашников автоматын ойлап тапқаны үшін 1947 жылы бірінші дәрежелі Сталин сыйлығымен және Қызыл жұлдыз орденімен марапатталды. Калашников автоматы әлемдегі ең көп таралған автомат ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген. Қазіргі таңда дүние жүзінде 100 миллионға жуық Калашников автоматы бар. АК-74 автоматының қолданылуы, ұрыстық сипаттамасы. АК-74 қарсыластық, тірі күштің және атыс құралдарын жоюға арналған жеке құрал. Қарудың артықшылықтары: жоғары ұрыстық және қолданыстық сапасы, сенімділік, ластауға төзімділігі, кез келген климаттық жағдайларда соғысқа жарамдылығы, автоматты және дара ату режимде оқ ату мүмкінділігі, қарапайымдылығы, технологиялық және өндірістілік арзандылығы. АК-74 негізгі тактика-техникалық сипаттамалары: оңғы калибрі 5,45, тиімді атыс қашықтығы 500 метр, ату қарқындылығы минутіне 600-ден 700-ге дейін, ұрыстық ату жылдамдығы минутіне, кезептеп ату 100 оқтан, дараптап ату 40 оқтан. Оқталған оқ жаттарымен салмағы 3 кг 600 грамм. Оқ жаттарының сыйымдылығы 30 патрон. Оқтың ұшу қашықтығы 3150 метр. Оқтың жойғыш күштің қашықтығы 1500 метр. Оқтың алғашқы жылдамдығы 900 метр секундына. АК-74 жартылай бөлшектеу тәртібі: оқ жаттарды босатып алу, оқтықта патронның бар жоғын тексеру, дөмдегі ұяшықтан керек жарақ салынған пеналды шығарып алу, сүмбіні ажыратып алу, оңғы аузындағы тежеуіш компенсаторды ажыратып алу, оңғы қорабының қақпағын босатып алу, қайтару механизмін ажыратып алу, бекітпе жақтауы мен бекітпемен бірге босатып алу, бекітпені бекітпе жақтауынан ажыратып алу, оңғылық бастырмасы мен газ түтігін ажыратып алу. Оқ жаттарды босатып алу тәсілі: ілгішті үлкен саусақпен басып тұрып, оқ жаттардың төменгі жағын алға итеріп, оны босатып аламыз. Оқтықта патронның бар жоғын тексеру: ауыстырғышты төмен түсіріп, бекітпе жақтауын кері тартып, оқтықта патронның бар жоғын тексеріп, соққылық шүртпесін басамыз. Дөмдегі ұяшықтан пеналды суырып алу тәсілі: пеналды ұяшығынан шығару үшін оң қолдың саусағымен дөмдегі ұяшықтың қақпағын басамыз. Сүмбіні ажыратып алу: сүмбінің оңғыдан ажыратып тартамыз, орнынан босағаннан кейін суырып аламыз. Тежеуіш компенсаторды автоматтан ажыратып алу: бекіткішті басып, сағат тіліне қарсы бұрап ажыратамыз. Оңғы қорабының қақпағын босатып алу: бас бармақпен қайтару механизмді басып, қақпақты артқы бөлігін сәл жоғары көтеріп ажыратып аламыз. Қайтару механизмін ажыратып алу: оң қолмен қайтару механизмін шыққанша алға итеру, кейін артқы ұшын сәл көтеріп
қайтару механизмін шығарып аламыз. Бекітпе жақтауын босатып алу. Бекітпе жақтауын кері тартып, сәл көтеріп шығарып аламыз. Бекітпені бекітпе жақтауынан ажыратып алу. Бекітпе жақтауын қолмен ұстап, бекітпені кері тартып, алға жылжытып шығарып алу керек. Оңғылық бастырмасы мен газ түтігін босатып алу. Тұйықтауышты кері қарай бұрып, газ түтігін тік жоғары көтеріп, газ камерасының құбырынан шығарып алу керек. Жартылай бөлшектелген автоматты қайта құрастыру. Қайта құрастыру кері тәртіппен орындалады. Оңғы қорабының қақпағын орнына салғаннан кейін ағыту шүртпесін басып және ауыстырғышты сақтандырғыш жағдайына қою қажет. Тежеуіш компенсаторды бұрып орнына қою. Сүмбіні орнына салу. Пеналды дүмдегі ұяшығына салу. Оқжаттарды автоматқа біріктіру. Автоматты жинау кезінде оның бөлшектерін нөмірін оңғы қорабын нөмірімен салыстырады. Құрастыру кезінде ұқыптылық сақтау қажет. Артық күш салып, соққы беруге болмайды. Автоматтың жұмыс істеу қағидасы. Оқ-дәрі газдарының оңғыдан өтіп піспекке әсер етуіне негізделген жұмыс істеу айналымы келесі түрде жүзеге асады. Оқ ату үшін ағытқыш ілмекті басу керек. Ағытқыш ілмек соққышты итереді. Соққыш капсульді жарып, оқ тұтанады. Оқ-дәрі газының ұлғаю әсерінен оқ оңғыдан айнала қозғалып, алға қарай атылады. Оқ газ өтетін саңылаудан өткеннен кейін газдың бір бөлігі газ камерасына түседі. Газ қысымы піспекті кері итереді. Өз кезінде піспек бекітпе жақтауын артқа итереді, ал бекітпе оңғы өңешін ашады. Оңғы өңеші ашылғаннан кейін бекітпе мен бекітпе жақтауын бірге әрекеті басталады. Оқтықтан оқ сауыт шығарылып тасталады. Қайтару механизм әсерінен бекітпе жақтауы қайтадан алдыңғы жаққа қозғалады. Осы кезде ол келесі патронды іліп алып, оны оқтыққа салады. Оңғы өңеші жабылады. Бекітпе жақтауы алдыңғы жаққа келіп тірелгенде соққы ағытқыш механизмі қайырылған жағдайда тұрады. Енді автомат келесі оқ атуға дайын. Автоматтан оқ ату кезіндегі қауіпсіздік шаралар. Қауіпсіздік сақтық шараларын нақты ұйымдастырып, оны мүлтіксіз орындау қатаң тәртіп негізінде қамтамасыз етіледі. Атуға тек қару ұстау дағдысы бар. Атыс даласында тәртіпті және қауіпсіздік ережелерін білетіндер ғана жіберіледі. Қаруды оқтау тек оқ ату шебінде және атыс жетекшісінің оқта бұйрығымен бойынша орындалады. Оқ атуды жетекшінің оқ ат деген командасынан кейін бастайды. Оқ атуды тоқтат деген команда, тоқтат деген дауыс немесе жарық дабылы берілгенде оқ атушы атысты дереу тоқтату керек. Үй тапсырмасы. Автоматтың механизмдері мен негізгі бөліктерін атаңдар. Автоматты жартылай бөлшектеуді ретімен айтып беріңіздер. Автоматты жартылай бөлшектеу не үшін жүргізіледі? Назарларыңызға рахмет.